Ассалаумағалейкум. Діни қызметтерді реттеу, этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту, шетелдерде тұрып жатқан қандастарымызға қолдау көрсету секілді бірқатар мәселелер төңірегінде жаңа бастамалар бар. Біз бүгін осы тақырып жөнінде қоғамдық даму вице-министрі Берік Арыммен сұхбаттасатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Шетелде тұрып жатқан қандастарға қолдау көрсету министрліктің құзырындағы дүние. Арнайы жоспар бекітілді, алайда қолдау бұрында болған. Бұл жолғы қолдаудың бұрынғы қолдаулардан қандай айырмашылығы бар? Нақты қандай бағыттарда жұмыс күшейтіледі? Әңгімені осыдан бастайық. Дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында елбасы берген тапсырмаға сәйкес, өткен жылдың соңында күз айларында біз отандастар қорын құрдық. Бұл қордың құрылтайшысы болып біздің министрлік және сыртқы істер министрлігі болды. Бұл қор арнайы осы шетелде тұрып атқан қазақ диаспорасының өкілдеріне қолдау, көмек көрсету және сол шетелден елімізге қоныс аударып келген қандастарымызға көмек көрсету болып табылады. Бұл қор енді өзінің жұмысын бастап та кетті. Өткен жылдың аяғында бірнеше шаралар атқарды. Қасиет киелі қазақ елі деген қолөнер фестивалін өткізді Астанада. Оған бірталар Ресей, Қытай, Германия, Франция сияқты алыс жақын елдердегі қандастарымыз келіп қатысты. Бұдан басқа қасиетті Қазақстан туған жерге тағзым атты бағдарлама аясында Түркістан, Арыстан баб кесенелеріне сол 15 елден 30-тан астам қандастарымыздың сапары ұйымдастырылып, еліміздің сол көрнекті орындарымен таныстырылды. Бұған қоса Омбы қаласында Ресейдегі қазақтардың кіші құрылтайы өткізілді. Бұл жерде сол шетелде тұратын, сол елде тұратын отандастарымыздың ана тілін үйретуге қалай көмек көрсете аламыз, сол жөнінде пікір алмасылды. Бұдан басқа үкімет қаулысымен шетелдерде қазақ диаспорасына қолдау көрсету бойынша арнайы 2018-22 жылдардағы іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл іс-шара жоспарында сол қандастарымызға мысалы отанмен, туған елмен мәдени байланыстарын дамыту бағытында іс-шаралар көзделген, ана тілін үйрету мәселелері бойынша іс-шаралар қолдау көрсету көзделген. Сонымен қатар елімізге қоныстану мәселелері де көзделген. Сол бағытта да көмек көрсету көзделген. Отандастар қорынан бөлек, тағы қандай бағыттарда жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы осы атқарылып жатқан жұмыстар соңғы уақытта сиреп кеткен, азайып кеткен көштің легін көбейтуге қаншалықты сеп болады деп ойлайсыз? Жалпы біз енді қазіргі уақытта осы үкіметке ұсыныспен шығамыз деп отырмыз. Ол осы арнайы ведомствоаралық бір кеңес орган құру сияқты. Соның аясында мысалы мемлекеттік органдар бар, басқа мемлекеттік емес органдар бар. Осы қандастарымызға қандай көмек көрсете аламыз, қандай салада көмек күшейтуіміз керек деген сияқты мәселелерді кеңінен талқылайтын боламыз. Енді жалпы бұл енді осы отандастар қорының құрылған енді ғана ғой, жақын ғана ғой. Енді бұның енді осы қорға үмітіміз зор. Өйткені бұл қор сол біздің шетелдегі қазақ диаспораларының қандай мәселелер толғандыра алады, олардың қажеттілігі қандай, сұраныстар қандай, соны ең бірінші зерделейтін болады. Олармен біз енді басшылығымен ұдайы байланыстамыз. Мысалы, ортақ бір интерактивті ортақ бір интернет площадка құрсақ па дейміз, алаң құрып, сол жерде мысалы бүкіл қандастарымызды байланыстырсақ дейміз. Солар сол жерге өздерінің ойларын, ұсыныстарын, өздерінің проблемаларын айтып бөлісіп отырады. Сонымен қатар жаңағы отандастар қорында шетелдердегі мысалы елшіліктеріміз жанында бола ма, немесе арнайы бір этномәдени орталықтар ашу көзделімі аясында бола ма, мысалы қазақ тілін оқытуды, ана тілін оқытуды жүйеге қою. Оларды жүйелеу, интерактивті тақталар сол жақ орналастыру жағында да ойластырылып жатыр қормен. Енді жалпы бұл енді үлкен әрине елге жаңағы өзіңіз айтқандай қоныстану мәселесі. Бұл бағытта да бірталар ойлар бар енді. Мысалы, сол қазақ диаспоралары көп қоныстанған елдермен арнайы бір келісімдерге келу керек бола ма, арнайы бір меморандум қол қою керек бола ма, бұл бағытта да жұмыстарды пысықтаймыз деп отырмыз.
соңғы кезде қазақстандық ислам тану мектебін қалыптастыру туралы әңгімені аракетік естіп жүрміз. Жалпы мұндағы мақсат не? Өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары осы тәуелсіздік алғалы бері көптеген жастарымыз шет елдерге барып діни білім алып келіп жатыр. Ол білімдер кейде мысалы өзіміздің елімізге қалыптасқан рухани, мәдени құндылықтарымызға қарама-қайшы келіп жатады. Жалпы енді қазір әлемдік тренд қой, дінге деген қызығушылықтың артуы. Оны Қазақстанда одан алшақ қалған жоқ. Бізде де соның арқасында елге келіп енді біреудің жат идеологиясын, жат құндылықтарын дәріптей бастады. Ол айналып келгенде еліміздегі қоғамдық келісімге, қоғамдық бірлікке кері әсерін тигізеді. Жаңа деструктивті түрлі идеологияның таралуы орын алып жатыр. Соған енді біз тосқауыл қоюға тек қана мысалы күштеп жаңағы шектеумен тосқауыл қоя алмаймыз ғой, қарсы тұра алмаймыз. Бұл жерде біз оған қарсы не қоя аламыз? Ол жаңағы өзіміздің идеологиямыз. Біздің мұндағы мақсат мысалы Қазақстанда діннің дәстүрлі мысалы ислам діні қалай дамыған, оның тарихы қандай, онда бізде қандай ғұламалар, өлімдер болған, олар жалпы ислам өркениетінің дамуына, ислам ілімінің дамуына қандай үлес қосқан. Және мысалы ислам діні, дәстүрлі ислам діні біздің мына мәдени салт дәстүрлерімізге, мәдениетімізге сабақтастықта қалай дамыған, соны көрсету. Соны көрсетіп, соны зерделеп, фундаментін қалап, соның негізінде исламның бүгінгі қоғамдағы рөлін анықтау. Бүгінгі заманымыздағы рөлін, заманауи қазіргі талаптарға сай қандай рөл ойнайды, соны анықтау. Енді сіз айтып отқан дүниенің барлығы іс жүзінде қалай көрініс табады? Біз қазір арнайы ғалымдар, ғылыми топ құрылды. Ол ғылыми топқа ислам тану, дін тану саласындағы белгілі ғалымдарымыз кірді. Олар осы жұмыспен айналысып жатыр. Қазірдің өзінде олар осы 16 еңбегі жарыққа шығып жатыр. Бұл жұмысты жалғастырамыз деп жоспарламыз. Ғылыми еңбектер жазылады, бірақ ол жазылған дүниені халыққа қалай, қоғамға қалай жеткіземіз? Мектептерде оқытыла ма, немесе арнайы курстар бола ма? Осы бағыттағы нақты іс-әрекеттер қандай болады, мен соны білгім келіп. Енді әрине бұл келесі кезеңнің жұмысы. Бірінші бұл ғылыми еңбектер жарық көргеннен кейін біз халыққа таныстырамыз. Содан кейін өздеріңіз білесіздер, осы мысалы дін саласындағы мамандар дайындайтын оқу орындарына, медреселерге, жоғары оқу орындарына жібереміз. Біз бұны өткен жолы бұл мәселе өзің айтқан талқылағанбыз осында. Осы біздің министрліктің жанында діни бірлестіктермен байланыс жөнінде арнайы кеңес бар. Бұл кеңеске мысалы мемлекеттік органдар және діни басқарма, басқа да діни бірлестіктердің өкілдері, ғалымдар кіреді, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері кіреді. Соның аясында осы мәселеде талқыланды. Біз енді мына жарық көргеннен кейін осыны қалай жаңағы оқу бағдарламаларын енгіземіз, сол бойында тағы да талқылап пысықтайтын боламыз деп отырмыз. Қайырымдылық пен донорлық мәселесіне келгенде не жетіспейді? Біз батыс елдеріндегі тәжірибелерді зерделесек, біздегі негізі мысалы қайырымдылық мәдениеті біздің қоғамда ондай тиісті деңгейде дамымаған. Яғни қайырымдылықты көбірек жасауды айтып отырсыз, жалпы қайырымдылық мәдениетінің өзі бізде ондай дамымаған. Бізде мысалы қайырымдылықты көрсететін ұйымдардың да тиісті деңгейде дамымаған. Мысалы алысып қарасаңыз, бізде көбінесе қайырымдылықты қаражат қалталы азаматтар ғана көмектесу керек деген сияқты мысалы түсінік бар да. Ал басқа елдерде жалпы қайырымдылық мәдениеті бар. Мысалы әркім бір теңге болса да бір көмектесіп қояды. Олардың сондай мәдениеті болып қалыптасып кеткен. Сондай мысалы жалпы бірақ ол енді тек айтумен ғана шектелмей, бұл жерде әрине ол жаңа қайырымдылық көрсететін азаматтарға, ұйымдарға бір стимул болу керек. Ол үшін заңнамаға өзгерістер енгізу қажет етеді. Бұл тиісті түсіндіру жұмыстарын қажет етеді. Сондықтан да бұл жұмысты да біз қолға алайық деп отырмыз. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз, алдағы жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет.